Қалқанша безі ауруы, себептері, алдын алу және емдеу. Қалқанша безі ағзадағы зат алмасуды, гормоналды тепе-теңдікті реттейтін маңызды орган. Оның дұрыс жұмыс істемеуі денсаулыққа айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 1. Қалқанша безі ауруларының пайда болу себептері. 1. Иод тапшылығы. Қалқанша безі гормондарын өндіру үшін иод қажет. Иод жетіспеушілігі гипотиреозға және зоб ауруына әкеледі. 2. Тұқым қуалау. Отбасында қалқанша безі аурулары болған жағдайда тәуекел жоғарылайды. 3. Аутоиммундық бұзылулар. Хашимото тиреоидиті, гипотиреоз және Грейвс ауруы, гипертиреоз, иммундық жүйенің қалқанша безіне шабуыл жасауынан туындайды. 4. Гормоналды өзгерістер. Жүктілік, менопауза сияқты гормон деңгейінің ауытқуы қалқанша безінің жұмысын бұзуы мүмкін. 5. Стресс пен экологиялық факторлар. Шамадан тыс стресс, радиация, токсиндер қалқанша безінің қызметін нашарлатады. 2. Қалқанша безі ауруларының түрлері. 1. Гипотиреоз, қалқанша безінің белсенділігінің төмендеуі. Белгілері: тез шаршау, салмақ қосу, терінің құрғауы, салқындықты сезіну, баяу жүрек соғысы. Себептері: иод тапшылығы, Хашимото тиреоидиті. 2. Гипертиреоз, қалқанша безінің белсенділігінің артуы. Белгілері: жүрек соғысының жиілеуі, салмақ жоғалту, жүйке қозуы, терлеу, қолдың дірілдеуі. Себептері: Грейвс ауруы, түйінді зоб. 3. Зоб, қалқанша безінің үлкеюі. Белгілері: мойын аймағының ісінуі, тыныс алудың қиындауы. 4. Қалқанша безінің түйіндері. Белгілері: кейде байқалмайды, бірақ үлкен түйіндер жұтыну мен тыныс алуды қиындатуы мүмкін. 3. Аурулардың алдын алу. 1. Иодты жеткілікті қабылдау. Теңіз балықтары, теңіз балдырлары, иодталған тұз пайдаланыңыз. 2. Дұрыс тамақтану. Жемістер мен көкөністерге бай, теңдестірілген тағам тұтыныңыз. 3. Денсаулықты тұрақты тексеру. Қан талдауы арқылы қалқанша безінің гормондарын жылына 1 рет тексертіп тұрыңыз. 4. Стрессті басқару. Медитация, тыныс алу жаттығулары физикалық белсенділік стрессті азайтады. 5. Қоршаған орта факторларын бақылау. Химиялық заттардан және радиациядан аулақ болыңыз. 4. Қалқанша безі ауруларын емдеу. 1. Дәрі-дәрмекпен емдеу. Гипотиреоз үшін гормоналды препараттар, левотироксин. Гипертиреоз үшін қалқанша безінің белсенділігін төмендететін дәрілер, пропилтеурацил, метимазол. 2. Радиоактивті иод терапиясы. Қалқанша безінің белсенді тінін азайту үшін қолданылады. 3. Хирургиялық араласу. Үлкен түйіндер, зоб немесе қатерлі ісік кезінде қалқанша безінің бір бөлігін немесе барлығын алып тастайды. 4. Халықтық медицина. Дәрігердің рұқсатымен шөп-шайлар мен иодқа бай тағамдар қолдануға болады, бірақ тек қосымша әдіс ретінде. Қорытынды. Қалқанша безі ауруларын ерте кезеңде анықтау және дұрыс емдеу жалпы денсаулықты сақтаудың маңызды бөлігі. Аурудың белгілерін байқасаңыз, міндетті түрде эндокринологқа қаралыңыз. Өзін-өзі емдеуден аулақ болыңыз, себебі дұрыс емделмеу ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін.